Еркек әйелді бағу керек, киіндіру керек, ішкізу керек, жегізу керек, баспанамен қамтамасыз ету керек. Ары қарай езудің де қажеті жоқ. Осы міндет саған өміріңнің соңына шейін жетеді негізі. Еркектің азығы түзде деп не үшін айтып жатыр? Сен үйіңде жатпа. Еркектерге де шынында да айтамыз ғой, үйіңде жатпа, таңғы оқиын, абыройың түседі. Кет көшеге, бар да тиын тап. Қазіргі шынында да көп еркектер өзінің жауапкершілігін білмейді. Көшеде карта ойнап, күнін өткізіп, кешке тағы да келіп әйеліне айқайлайды ғой, анау ма, мынау ма, мен шешем. Сен шешу үшін алдымен бүкіл жағдайды жасауың керек еді. Сен жағдайын жасап қой. Әйел адам ақымақ емес қой. Егер сен оның жағдайын жасап отырсаң бар ғой, сен мен шешем деп айтқызбай-ақ, ол саған не істейміз? Отағасын не істейміз? Деп саған бойсынып отырар ғой. Сен шешпегеннен кейін емес пе ол өзі саған қарсы сөйлеп отқан? Негізі да. Еркектерден де бар. Еркектер жұмыс істеп, қараш, еркек мына жұмысты көр. Болмады ма ары қарай кет. Біз өзіміз шектеп тастағанбыз. Бір жұмысты көреміз ғой. Болмаса, болмады ғой енді деп отыра береміз да. Екіншісін көр. Болмады, үшіншісін көр.